Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات Алам жаратқан Аллах Тағала мақтаулар, Аллахым өзіңнен сұранарыз. Жақсы соғып амалдарды қылуға бізге насip еткін. Жаман амалдардан сақтануға, алыс болуға бізге өзің жардам берген. Ва хуббал масакин, Аллахым қолында жоқ бейбечараларды сүйуні барымызға насip қылғын. Аллахума барик лана фи арзақина, варзуқна ал-халала, ва барик лана фи. Аллахым барымыздың рызқымызға береке берген, адал рызқы берген. Адал рызқымызға береке берген. Аллахума ба'ид байнана ва байнал харами кама ба'адта байнал машриқи вал мағриб. Аллахым бізді шығыш менен батышты алыс қылған сияқты, бізді арамдан алыс қылғын, я раббал аламин. Аллахумма басирна би уюбина. Аллахым бізді өзіміздің айыбымызды, кемчілігімізді көрген бенделерден қылғын. Башқалардың емес, өзіміздің кемчілігіміз менен алек болған бенделерден болу насip еткін. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. Аллахым бұл жамаатты өзіңдің рахматыңа бөлінген, рахматыңа татықту жамааттан қылғын. Жұма намаздан шығып ажыраған кезде шайтандың азғырғыдан, күнәлерден сақталған бендерден қылғын. Аллахумма ла тада фина вала минна вала байнана шақия вала махрума. Аллахым бізді жана біздің арамызда біз дуа қылған инсандардан ешкімді бақтысыз қылбағын. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وحين على سنة نبينا وامتنا على ملة حبيبنا. Allah'ım жашоодо пайгамбардын сүннөтү менен жашап, пайгамбар көрсөткөн жол менен жашап, өткөндө пайгамбарга үммөт болуп, кыяматта пайгамбар алейхиссаламдын айланасында тирилүүнү баарыбызга насип эткин. Аллахумма амин, амин. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا سақтанғыла, қорққыла. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Араңардан бұзуқылар, залымдардың жеке өздеріне ғана жетпей тұрған фитна, қиыншылық, азаптардан сақтанғыла. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Араңалар бұзуқыларға ғана, елді бөліп жарған, бұзуқлық қылған фасықтарға, динсіздерге ғана жетіп қалбай тұрған азап, қиыншылықтан сақтанғыла. Урматтуу мұсылман бір тоған, аят түшінікті болу үшін бір келіме келтірімізді құлақ түшейбіз. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا اكتفى إنسان بنفسه. Қачан адам өзі менен жеке болып қалса, өзі менен алек болып қалса, ана нәжім, мен құтылушымын, намазымды оқимын, жұмаға барам, зина қылбаймын, арақ ішпеймін. Уаннасы ахрар, менің айланамдағы адамдар еркін, қалаған қыла берсін десе, ал адамда ешбір жақшылығы жоқ. Ошо бұзуқыға, зина қылғанға, арақорға, парақорға келген бәле баруға келуісі мүмкін. Ошо бұзуқыға ғана жетіп қалады деп ойланған фитналардан сақтанғыла дейді. Өзімчіл болып, мен аман болсам болды, менің үйім тыныш деген адамда ешбір жақшылығы жоқ. Айлана чәуреге көңіл бұрбаса қайдыгер болбош керек екен. Минан нас мен яушу фи хазиги дуния ва ла гайата лах. Бұл жашоуда кейбір адамдар жашаватат қатарыбызда өте көп тилекке қаршылардың саны. Әр біріміздің үйлерімізде де бар, қошналарыбыз бар. Жашоудан мақсаты жоқ. Жашоуданың бір иық тұтқан негізі жоқ, принципі жоқ. Анын адеп ақлақы жоқ. Сұрайсың, қантып жашаватасың? Емне үшін жашап жатасың? Жашаудан кейін қайда барасың?
Жолың қайда? Қайсы жолға түштің? Жооп бериш аякта турсун, сенин сурооңа түшүнбөйт. Қайдан келдің? Эмне үчүн келдің? Қайда барасың? Эмне үчүн жашап жатасың? Жашоодон максатың эмне? Суроого жооп бериш аякта турсун, сурооңа түшүнбөйт ал. Алар арабтардын шайыры мындай дейт. Алардын максат иннама дунья таамун ва шарабун ва манамун. Албетте бул дүние тамагаш, ичиш, жеш. Фа ин фататка хаза, жашоодо ичпей калсаң, жебей калсаң, жулбай калсаң, фа ала дунья саламун, андай жашоодун кереги жок дешет. Мал сыяктуу жейт, ичет, кумарын кандырат, бирок аны күтүп турган малды баксаң, семиртсең, жей берет, жемди берсең, бирок аны күтүп турган бычакты билбейт. Алар жөнүндө Аллах Таала кереметтүү Кур'анда мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва лaqad зарa'на ли джаханнама касиран минал джинни вал инс лахум кулубун ла яфкахуна биха ва лахум а'юнун ла юбсируна биха ва лахум азанун ла ясма'уна биха улаика кал ан'ам бал хум адал улаика хумул гафилун. Садакаллахул азим. Ва лaqad зарa'на ли джаханнама касиран минал джин. Дозокко даярдадык көптөгөн инсандардан, көптөгөн жиндардан. Дозокко даярдалган, дозок үчүн жаралган көптөгөн инсандар, жиндер ким? Лахум кулубун ла яфкахуна биха. Алардын жүрөктөрү бар. Жүрөгү менен жакшылыкты сезе албайт, түшүнбөйт. Ва лахум а'юнун ла юбсируна биха. Алардын көзү бар, акыйкатты көрө албайт. Ва лахум азанун ла ясма'уна биха. Алардын кулагы бар, чындыкты, хакты уга албайт. Улаика кал ан'ам, алар айван сыяктуу. Бал хум адал, балким айвандан да адашканраак. Улаика хумул гафилун, алар жашоодон капилетте, жашоодон максаты эмне экенин билбегендер. Айванда уй сүт бериш үчүн, туурабы? Урматтуу мусулман бир тууган, анын уйдан эмне айырмасы бар? Уйдун го пайдасы бар. Уйга айтсаң, сенин жашоодон максатың эмне, пайдаң жок десең, муздаткычыңды ачкын дейт. Пыштак менден дейт, сүт менден, каймак менден, айран менден. Баккан эчкиңдин жүнүдөн пайпак токса болот, башка кылса болот, кийим кылса болот. Мени менен сиздин чачыңыздан эмне болот? Сен эч нерсеге пайдаң жок. Жеп, ичип, кумарыңды кандырып, айвандай жашай берсең. Балхум адал, балким айвандан да адашканраак дейт. Жашоодон капилетте болгон менен. Не? Жеш үчүн жашайбы? Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Кур'аны Каримде Худ сурасында мындай дейт: "Ва ма кана раббука лиюхликал кура бизулмин ва ахлуха муслихун. Ва ма кана раббука лиюхликал кура." Сенин Раббың бир коомду, бир айылды, бир шаарды халак кылып, кырсыкка жеткизбейт, апат жеткизбейт, зулум кылып. Силердин Раббыңар бир коомду, бир айылды, бир шаарды зулум менен, жер менен жексен кылбайт, халак кылбайт, өлтүрбөйт, жок кылбайт. Бирок шарты ва ахлуха муслихун, эгер ал эл оңдоочу болсо, ал элдин арасында туура жолго үндөп адамдарды оңдогондор болсо, көңүл бур. Ва ма кана раббука лиюхликал кура. Мухаммад, сенин Раббың бир айылды, бир шаарды, бир мамлекетти халак кылып, жер менен жексен кылып, талкалап жибербейт, зулум менен. Ва ахлуха муслихун, эгер ал эл оңдоочулар болсо, салих болсо, салих болсо эмес, салих кылуучу оңдоочулар болсо. Салихун, бул аятта Аллах Таала айткан жок. Аллах Таала бир коомду жок кылбайт, ал коом бардыгы жакшылар болсо деген жок. Баары оңолгондор болсо деген жок. Оңдоочулар, жакшы жолго чакыруучулар болсо дейт Аллах. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер сен оңдоочу болсоң, бирөөдү туура жолго үндөсөң, кайдыгер болбосоң, билип кой, сен халак болбойсуң, сага бир жаман жетпейт. Эгер сен өзүң жакшы болуп, башкага кайдыгер болуп, мен аманмын, мен жакшымын, башка эмне болсо болсун десең, анда сага бир кырсык жетет.
Анас ибн Маликтен Аллах Таала разы болсын, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бұл хадисте мындай дейді. Инна минан нас насан мафатиху лил хайр ва магhalaq лиш шар. Адамдардың арасынан кейбірлер бар екен, жақсылықтың ашқычы, жамандықтың құлпы екен. Жамандықты тосады, жақсылық жолды ашады. Ва инна минан нас насан, адамдардың арасынан бір адамдар бар, мафатиху лиш шар. Алар жамандықтың ашқычы. Ва магhalaq лиш шар, жамандықты бекітуші, жақсылықты бекітуші. Ва магhalaqun лил хайр, жақсылықты құлтап қояды, бекітіп қояды. Жамандыға шақырады. Фатуба, бақтылы болсын. Бейіштің туба деген жеріне кірсін. Лиман жаалахуллаху мафатихан лил хайр аладай. Кімдің қолында ашқычы, жақсылықтың ашқычы болса. Ким жақсылыққа шақырған болса, жақсылық жолға үндеген болса, башқаларды жақсылыққа баштаған болса, вавайлун, дозоқтың вай деген өреніне түссін. Лиман жаалаху мафатихан лил шар, кімде кім ашқыштың жамандығы болса, жақсылықтың құлпы болса. Ем сұрач, урматты мұсылман бір тоған, өзің сұрау берші. Машалла, алхамдулилла, жұмаңар қабыл болсын, қадам қойып, қанша күнәңір кешіріліп, ғұсыл қылып, дарат алып келе жатасың. Бір жақсылықта біреуді жетелеп келдің бе? 5 жылдан бері намаз оқисың. Қанша адамды намазға жетелеп келдің? 10 жылдан бері иман, исламда жүресің. Кімге жақсы тәсір бере білдің? Ақиқатты айтудан ұяласың ба? Намаз оқу, жүр мешітке дегеннен тартынасың ба? Егер шындықты айтудан ұялсаң, шындықты айта албасаң, ал тілі жоқ шайтан. Урматты мұсылман бір біліп қойғын, бале түшсе башыбызға, жеке адамға түшпейді екен, жалпыға түшеді. Жақсы адамға неге түшеді? Жақсы адамдың үн шықпағандығы үшін, қайдегер болғандығы үшін, жамандығы үшін. Allah keremetti Kur'an'da kuntum hayra ummetin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna 'anil munkar ve tu'minuna billah. Sizler en жақсы ümmet boldunlar. Muhammed Aleyhisselam ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. En жақсы ümmet boldunlar. Biroq şartı adamlarga çıkarılgan en жақсы ümmet. Ta'muruna bil ma'ruf, жақсылыққа башқаларды бұйырасыңар. Ва танхауна анил мункар, жамандықтан башқаларды тыясыңар. Ва туъминуна биллах, Алланың барлығына білге иман келтіресіңер. Үмметтердің арасында Мұхаммад алейхиссалам үмметі жақсы үммет екен. Жақсы үммет болудың шарты жақсылыққа башқаларды бұйырабыз. Жамандықтан тыябыз, жана Аллах Таалаға иман келтіреміз. Мен Құдайыма ишенем, иманым бар дегенменен болбойт екен. Кейбір уламалар, ислам уламалары айтады, исламда қанша фарз бар? Исламда 5 фарз бар. Кейбір уламалар айтады, исламдың 6-шы фарызы жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю дейді. Амр маруф, нахи анил мункар, тура жолға үндегендік, тура еместен тыйғандық, исламдың 6-шы фарызы десең, еш аша чапқандық болбайды дейді. Фа иллам наъмур бил маруф. Егер тура жолға башқаларды бұйырбасақ, тура еместен тыйбасақ, анда жақсылығымызды жоғаттық біз. Жақсы үммет бола албай қалдық анда. Анда Аллах Тааланың астында біздің ешбір салмағымыз жоқ. Қайдегер адамдың Құдай Тааланың астында ешбір салмағы жоқ екен. Урматты мұсылман бір туғаным, Хазірет Али айтады, «Ма назалал бала илля бил маъсия». Бале келген бале күнөөнүн кесепетинен келет дейт. «Вала руфи илля бит тауба». Келген баленің қайтышы бір ғана тауба менен қайтады дейт. Бале келсе күнөөдөн келет екен, балені қайтарам жоқ қылам десең, анын жолы тауба қылу екен. Урматты мұсылман біздер Аллах Таала Құранда айтады, «Ва тахсабунаху хаййинан ва хуа индаллахи азим». Сілер жеңіл деп ойлайсыңар. Еш нәрсе емес дейсіңер. Хаййин, арзыбаған дейсіңер. «Ва хуа индаллахи азим». Ал Аллах Тааланың алдында өте чоң күнөөлөрдөн бирөөсү. Мен досымды айтпай қойдым, не болды? Қошнам айтпасам эмне болот эле? Кейбір нәрсені сілер, кейбір күнөөлөрдү өтө арзыбаган деп, кичинекей деп эсептейсиңер, бирок ал Аллах Тааланын астында эң чоң күнөөлөрдөн Нур сүрөсү 15-аят. Ан Абдулла ибн Салам. Абдулла ибн Салам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин яхуди динини бекем кармаган, Таврат, Инжилди окуган алым мындай дейт: "Кала карату фи ба'ди кутубилlah", Алланын Куранга чейинки китептерин окудум дейт. Не дептир ал китепте?
İza asani men ya'rifuni sallattu aleyhi men la ya'rifuni. Al kitapta Allah mınday deptir. Eğer meni tanıgan bendem, meni bilgen bendem, menin barlığıma bilgime işenip iman keltirgen bendem maga günah kılsa, sallattu aleyhi men la ya'rifuni, anın üstünden üstömdük kıldırıp koyam meni tanımagandardı deydi. Eğer imandı o adam Allah Teala'ga, Kudayga işenip durup günah kılsa, imansızlar senin üstünden üstömdük kıladı gel. İmansыздың kolunda kul bolup kalasın. Oşonun sızgan jolu menen жүрүp kalasın. Allah meni tanıgan bende maga günah kılsa, tanımagan bendeni anın üstünden üstömdük kıldırıp koyayım deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan, natijem ne olup atat? Ün çıkpagandık kaydegerlik. Kaydeger bolgan kezibizde koğumda emne oğulat? İmandılarga sömöy menen körсөтүп, barmak menen işaret kılıp, şıldın kılıp kalışat. Jaşılı namaz okup kalıptır, meşke kattap kalıptır, eskiçe okup kalıptır. İmansızlar, günökörler kadır bartalıp kalat. Namaz okulbay kalat. Her türlü arak içkenler, tameki tartkanlar, nasibay tartkanlar, kalem falan tartkanlar kadır bartı olup, özlerince madaniyatlı olup kalat. Musulmanlar başkalarının aldı özünü kemsindip kalat. Açık aykın günah kılgandarçı, hurmatlı musulman bir tuğan, alar açık aykın jırgap, başkalarının aldından şıldыңdap külüp kalışat. Bunun ardından ün çıkpay kaydiger bola öğret turgan bolsoň, bale kelse barыңның başına kelet deydi. Anda natijem ne olur? Allah gazaptanat. Perişteler kardanat. Allah bizden berekeni alat. Emne üçün? Allah'ın gazabı emne üçün kelet. Allah'ın karı emne üçün kelet. Emne üçün her türlü kırsık baleler kelet. Sebep biz uktuk, kördük. Biroq Allah üçün bir yüzübüz kızarıp koygan jok. Kuday üçün bir açıulangan jokpuz. Allah üçün bir çakırgan jokpuz. Kuday üçün bir hakkatты aytkan jokpuz. Bul Abdüşkür'ün sözü emes. Peygamberinin hadisine kulak düşün. An Cabir radıyallahu anhu, Cabir degen sahabadan Allah razı olsun. Kala Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber mınday deydi. Peygamber'e bir salavat. Cabir'den Allah Teala razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Avhallahu ila melekin minel melaike. Allah Teala periştelerden birisine vahiy kıldı. Vahiyde buyruk verdi. En aqlib medinete keza ve keza. Falan şaardı. Falan ayıldı barıp, cermenin jeksen kılıp, odarıp sal dedi. Kaysağı kimge aytты? Periştege. En aqlib medinete keza ve keza ala ahliha. Jaşagan eliminen birge cermenin jeksen kıl dedi. Kale, perişte keldi de Allah Teala aytты. İnne fihi abduka fulanen. Alardın arasında senin palancı benden var. Lem yasika tarfata ayn. Bir közürmek sağa günah kılgan emes. Ya Rabbim, sen cermenen jeksen kıl degen ayılga varsan, al ayılda bir közürmeyince sağa günah kılbagan bende var dedi. İbadet kılat eken. Namazın buzbay, dayım Kudaydın jolunda jüret. Kale, aqlibha aleyhi ve aleyhim. Anı da, anı menen qomuna da cermenen jeksen kıl dedi. Anı da, anın qomunu da birgelikte dedi. Başka bir rivayette febda bihi, oşodan başla dedi. Ne için? Fe inne vecehu lem yetema'ar li sa'atan kat. Sebep anın ibadat kılgan menen biz bir közürmek günah kılbaganına karabastan bir jola Allah üçün yüzü kızarıp koygan jok deydi. Kede biz arzubagan özüңdün namısың tөгülse, senin atыңına sağa biri jaman söz söylep koysa açıulanasın, öç algınga şaşasın. Biroq Allah'ın dini şıldың bolup jatsa, Kur'an şıldың bolup jatsa, Paygambardın sünneti şıldың bolup jatsa, meçit jönünde jaman söz söylep jatsa, musulmandardın üstünden başkalar söylep jatsa, bir açıulanıp koyup men aman bolsam boldu deydi. Allah Tebaraka ve Teala periştelerden birisine var bir palanca ayıldı, cermenen jeksen kıl dese, ya Rabbim, anda sağa bir közürmek günah kılbagan benden var dedi. Oşonon başta. Ne üçün? Al bir yüzü kızarıp açıulanıp koygan jok din üçün. Allah üçün, Kur'an üçün, sünnet üçün.
Ана Аби Саид аль-Худри радияллаху анху qala, Аби Саид аль-Худриден Аллах разы болсын мындай дейді. Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам yaqul, пайғамбар мындай деді. Мен ра'a минкумул мункара фалюғайирху бияди. Сілердің араңарда ким туыр емес ішті көрсін. Мен минкум. Бетті, сілердің араңарда кимде ким туыр емес ішті көрсі, фалюғайирху бияди, қолы менен өзгертсін дейді. Мен минкум дегенде ким сілерден дегені молдалар деген жоқ, даватчылар деген жоқ, қазылар деген жоқ, муфтилер деген жоқ, СМБ, МВД деген жоқ. Мен минкум. Ей Раббым Аллах, пайғамбарым Мұхаммад, диним ислам дегендер, кимиңер бір тур емес ішті көрдіңер бі? Қолыңар менен тоқтатқыла. Фа иллам ястати, қолың менен тоқтат албасаң, фа билисани, тилиң менен айт, тоқтат. Қарама қаршы жолға шықпа. Қызыл жаңғанла жүрбе. Біреудің өліміне себеп боласың. Ұйқың келген кезде машинеге отырба. Кичинекей Қырғызстанда бір айда 50-ге жақын адам өліп отады. Күніге қырсықтың үстінде қырсық. Урматты мұсылман бір тоған. Ал же гаиден қорқады, же камерадан қорқады. Алладан қорқпайсың ба? Күніге қырсықтан қырсық. Білбей, мен емне қыларын білбей қалдым, урматты мұсылман бір тоған. Кече біз Қырғызстан Ислам университетінде кереметті Құранды башынан аяғына чейін 20 жолы хатым қылдық. Қырғызстанда ушундай қырсықтар үшін Аллахым елімізге амандық берсін деп дуа қылып жатабыз. Білбеймін, бір Құдай өткөзіш керек пе, төлөө беріш керек пе. Бирок есімізге келішіміз керек те. Естім барда етекті жинаш керек. Кейбірлер анан атын өчкөр арақты ішіп алып ролға отырып атат. Арзыбаған тыйын түпір үшін ұқтабастан өткен жұма баяндарды айтып отам, урматты мұсылман бір туған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда ұйқы сұрасаң, намаз оқуа дейді. Ұқтап тұрып кейін сергек болғанда оқуғын дейді. Сен истиғфар айтам деп, тобо қылам деп өзіңе налат айтып албағын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазға келе жатсаң, намаз башталып қалса чурқава дейді, ақырын кел дейді. Жеткеніңді оқы, жетпегеніңді өзің оқып ал дейді. Намазға да шашпа. Анан біз қайға шашып отабыз? Шаарда кичинекейлер жерде газ басқандарды көресің. Мен кете ичимде айтам, о ажалға шашып отады, өлімге шашып отады дейсің. Урматты мұсылман бір туған, ушундай жайма болып қалдық. Келгеле ойланалы. Қайдыгер болбойлы, әрбір бір-бірізге айталы. Кеде ошондой ережені сақтай тұрғандар қарсы жолға шығып алып отады. Үлгі болғанның ордына. Урматты мұсылман бір туған. Кейбір уруш болып жатқан жерде да мынча адам өлген жоқ. Алақандай болған 6 миллионға еми жетіп келген Қырғызстанда бір айдай жылына қанша 700 адам өліп отады. 9 айдың ішінде 700 адам. 700 үй бүлөді жоқ дегенде 3-тен бала болса. Қанша болады? 2000-нен көп бала жетім қалды деген сөз. 700 үйде аялдар жесір қалды деген сөз. Кейде Европаға барасың, Россияға барасың, иман жоқ, инсаф бар. Машина айдаған маданият бар. Білбей біздікілер машинеге отырғанда өзін жоғалтып қою, ешкім танымай қалауы. Емне ол отаз урматты мұсылман бір туған. إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إنه من قتل نفسا. Elbette kimde kim bir nafsты жандықты өлтірсе. بغير نفس bir sebepsiz. Қарама қаршылығы жоқ, біреуді өлтірдің. Шариатта қисас болып біреуді өлтірген болсаң өлтірілсе, ал башқа. Біреуді өлтірсең. بغير نفس أو فساد في الأرض. Жерде бұзықылық қылып. Бұзықылық деген бір ғана қандай бұзықылық? Жаңағындай бұзықылық атын өчкір арақты ішіп алып машина айдадың, башқа қылдың. Біреудің өліміне себеп болды. فكأنما قتل الناس جميعا. Бардық адамды өлтіргенде күнәкөр болады. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Ким біреудің жашауына себеп болып қалса, өлімге емес, тірүү жашап қалуысына себеп болса, فكأنما أحيا الناس جميعا. Бардық адамға жашау бергендей соғып жетеді дейді.
Өлген адам қияматта өлтіргеннің мойнынан жетелеп келеді. Денесінде қан ағып келеді екен. Аллах Тағаласы: "Я Рабб, саллима қаталани хад." "Я Раббым, сұрамынан мен емнеге өлтірді" дейді. Кеде өлтіру құрал жарақ менен болады. Бұл унадағы құрал жарақ. Егер ереже менен айдабай өлтірсең, сен атай өлтіргеннен ешбір айырмаң жоқ. Урматтуу мусулман бирдиги, этият бололу. Же ойлонбойбуз бу? Кичинекей кыргыз палан жерде 3 өлтүр, палан жерде 4 өлтүр, палан жерде андай күнгө Кудайдын ар күн ушундай болуп атат. Эмне үчүн иннан наса иза раул мункара, адамдар качан туура эмести көрсө, фалам югайируху, шону барып өзгөртпөсө, токто. Акылыңа кел. Аушака ан яуммахумуллаху би'азаби. Егер адамдар бир жамандыкты көрүп туруп, ошону токтотпосо, аларга бале жалпы келип калат дейт. Аллах жалпысын калайык калкты балеге алуусуга душар болуп калат дейт. Ана Айша радиаллаху анха анин наби саллаллаху алейхи ва саллям, Айша энебизден Аллах Таала разы болсун, пайгамбарыбыздан мындай дейт: "Иза захарал суу фил ард", качан жамандык жерде пайда болсо, анзалаллаху би ахлил ард бa'саху, анда жердегилерге Аллах өзүнүн бир кырсыгын жөнөтөт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Айша энебиз разы болсун. Айша энебизден Аллах разы болсун. Пайгамбардын өмүр жолдошу, эгер жерде бир жамандык пайда болсо, Аллах асмандан бир жаман кырсык түшүрөт. Калат, Айша энебиз айтты: "Ва фихим ахлу таатиллахи азза ва жал", эгер жердегилердин арасында Кудайга сыйынган, Кудайдын буйругун аткаруучулар болсочу деди Айша энебиз. Кала, пайгамбар айтты: "Наам, ооба. Бале келгенде баарына жалпы келет. Сумма ясируна ила рахматиллах", жакшылар Аллахтын рахматына барат, жамандарга бул не? Азап, кырсык болот деди. Умар ибн Абдул-Азиз 5-чи адлеттүү халифа мындай дейт: "Кана юқал инна Аллах азза ва жалла ю'аззибул аммата би занбил хасса". Негизинде Аллах Таала жекенин күнөөсү менен жалпыны азап калбаш керек го дейт. Туурабы? Ла тазиру вазиратан визра ухра, бирөөдүн күнөөсүгө бирөө жооп бербейт. Ар ким өзүнүн күнөөсүн көтөрөт. Кыргыз не дейт? Ак койду, кара койду өзүнүн туягы менен асат дейт. Эмне үчүн анда бирөөдүн кесепетиге? Умар ибн Абдул-Азиз айтат, негизи жеке адамдардын кылмышына, кесепетинен Аллах баарыны азап калбаш керек го дейт. Валакин иза умилал мункар жихаран. Бирок Аллах жалпын азап калат, эгер ошо жамандык ачык айкын болуп калса. Жария болуп калса, жашынып алып калса, ал башка бир жөн экен. Бүгүн биздечи ачык айкын паланчы көчөгө келип салып кет, палан жерде андай кыл, керек болсо реклама кылып атат. Жарак ичкен жашынып ичип атабы? Чоң кафелерде аксакалдар, башкалар отуруп алып, дуа кылганын билбей тос айтып атат. Жекенин күнөөсү менен жалпын азап калбаш керек эле, бирок ошо күнөө иштер ачык айкын болуп, калайык андан үн чыкпай калса, жалпыга келет балеси дейт. Аллах Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Лу'иналлазина кафару мин бани Исраил". Бани Исраил Якуб пайгамбардын балдарына наалат болду. Лу'иналлазина кафару мин бани Исраил аля лисани Дауд. Дауд пайгамбардын тилиден наалат болду. Ва Иса ибн Марьям. Иса, Марьямдын баласы Исанын тилиден Якубтун балдарга наалат болсун. Якубтун балдары деген Бани Исраил яһудилерге, еврейлерге. Неме? Лима лу'ан. Эмне үчүн аларга наалат болуп атат? Дауд пайгамбардын тилинде наалат болсун дейт, Иса пайгамбардын тилинде наалат болсун дейт. Залика бима асау. Себеби алар күнөө кылды. Ва кану я'тадун, күнөөдө да чектен чыгып кететиле. Чектен чыкты. Кану ла ятанахауна анил мункар фаалу. Алар өздөрү кылган туура эмес иштен бири-биrini тыйбайт эле. Бири-биrini жаман иштен тыйбайт эле. Лабиса ма кану яфалун. Кандай жаман кылык жорукту кылдылар.
Якуб алейхисаламдын балдарына, Якубтан таркаган урпактарга наалат болсун. Дауд алейхисаламдын тилинде, Иса пайгамбардын тилинде эмне үчүн алар күнөө кылды? Чектен чыкты. Күнөө кылып эле чектен чыкпастан кану ла ятанахауна анил мункар фаалу, кылган туура эмес күнөөсүнөн бири-бирине тыйбайт эле. Кандай жаман нерсе экен. Карагыла, урматтуу мусулман бир тууган, Бани Исраил аларга наалат болсо, биз да эмне айырмабыз бар эгер бири-бирибизди тыйбасак? Туура эмес жолдон бири-бирибизди токто дебесек, ой кылмыш кылба дебесек, зына кылба, жемкорлук кылба, гыйбат кылба дебесек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лам тазхарул фахишат фи каумин кат. Кайсы бир коомдо сойкулук, арам ачык айкын болсо, хатта ю'лину биха. Зына, никесиз кумаркандыруу болуп атат. Бирок хатта ю'лину биха, кала берсе аны элан кылып калса, жарыя кылып калса, жарыя ачык айкын болуп калса, илля фаша фихим таун, андай коомго таун, ошолордун заманынын чумасы таркайт, оорусу. Валау жаа, шундай оору аллати лам такун мадат фи аслафихим аллазина маду, алардын мурда өткөн жет атасы, бабалары көрбөгөн ооруларга чалыгат дейт. Кыргызстанда спид деген ооруду билмекпи да биздин аталар? Уккан эмес. Бүгүн кичинекей Кыргызстанда канча болуп кетти? Күндөн күнгө көбөйүп атат. Европа мамлекеттеринде, Америкада күндөн күнгө азайып атат. Тамеки тарткандар, арак ичкендер тилекке каршы бизге окшогон, биз мусулманмын деген мамлекеттерде булар күч алып атат. Күндөн күнгө көбөйүп атат, азайганын ордуна, жоголгондун ордуна. Кайсы бир коомдо фахиша деген ушу кумар кандыруу арам жол менен, зыналар ачык айкын болсо, пайда болсо дейт. Пайда болуп эле калбастан ачык айкын жарыя болуп калса, ал коомдун жет атасы көрбөгөн, жет атасы деген менин сөзүм ал. Алардын мурдагы өткөн бабалары көрбөгөн ооруга чалыгат дейт. Бүгүн спидке каршы күн дейт, 1 декабрь. Спидке кантип каршы турасың? Атаңнан калган, жет атаң кармап келген диниңе кайтасың. Алланын буйругун аткарасың. Пайгамбардын сүннөтүн аткарасың. Фавараббика ланас'аланнахум ажмаин. Фавараббика. Касам ичем дейт. Ант болсун Раббыңарга, Аллага. Ланас'аланнахум ажмаин. Бардыгын сурайбыз дейт Алла. Сенден да менден да сурайт. Сизден да сурайт. Сенден да сурайт. Ажмаин амма кану я'малун, эмне кылганыңар жөнүндө. Ар бириң Алланын астына барып жооп берер күнүң бар. Аксакалдар, жашы улгайгандар, көңүл бур. Абди, Аллах Таала айтат. Абди кабира сирнук, о бендем, жашың улгайды. Ванхана захрук, белиң бекчейди. Ийилип калдың. Вадафа басарук, көзүң мурдагыдай жакшы көрбөй калды. Вашаба шарук, чачың агарды. Фастахи минни, менден уял дейт. Фана астахи минк, мен сенден уялам бендем дейт. О бендем, жашың улгайды, чачың агарды, көзүң заиф болду, белиң ийилди. Эми менден уял, мен сени азап кылуудан уялам дейт Алла. Ким 40ка кирип, жакшылыгы көбөйбөсө, жамандыгы күнөөсү азайбаса, өзүнү дозокко даярдай берсин дейт. 40ка кирген адам ахирет базарына кирди деген сөз. Калган өмүрүң канча калды? Сен 3төн 2син жашап койдуң. Эч качан калганы өткөнүдөн көп болбойт. Өткөнүчө эч качан жашай албайсың. Пайгамбар айтат, менин үммөтүм 60 менен 70-тин арасында дейт. 70-тен өткөн өтө аз болот. 40ка кирип, соогуң көбөйбөсө, күнөөлөрүң азайбаса, өзүңдү дозокко даярда дейт. 40ка кирген адам акырет базарына кирди. Базардан бир пайда алып чыгасың беми? Же куркол чыгасың ба?
Ibn Abbas Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның улуу сахабасы өзүнүн жакын агаларынын баласы мындай дейт: Иффу таиффа нисаукум. Силер намыстуу болгула. Силер намысыңарды сактагыла, аялдарыңардын намысы сакталат. Бирөөдүн кызына караба. Бирөөдүн аялына караба, сенин кызың аялыңа бирөө карабайт. Сен намыстуу бол, аялыңдын намысы сакталат. Бу спиттен сактануу үчүн кантип сактанасың? Имам Шафинин могу жазган шерине, Имам Шафи акын болгон. Акындын жазган ырларына көңүл буруп, эгер ушуга амал кылсаң, сактануудун эң жакыны. Иффу таиффа нисаукум фил махрами. Намыстуу болгула, намысыңарды сактагыла, аялдарыңардын намысы сакталат арам жолдон. وَتَجَنَّبُ مَا لَا يَلِيقُ بِمُسْلِمِ. Мусулманга лайык болбогон, мусулманга жарашпаган жолдон сактан, алыс бол. Же мусулманга жараша бере өзүнө. Мусулманга Алланын барлыгына бийлигине иман келтиргенге жарашпаган жолдон сактангын. Инна зина дайнун фа ин aqradtahu kana al-wafa min ahli baytika fa'lami. Зина деген бул карыз дейт. Эгер карызды бирөөдү карыздар кылсаң билип койгун, үй бүлөгүнөн бирөө төлөйт дейт. Инна зина дайнун фа ин aqradtahu. Бул зина никесиз бирөөдөн кубарыңды кандырсаң, бирөөгө карыз берген сыяктуу болосуң, билип койгун, сенин карызыңды үй бүлөгүнөн бирөө төлөйт. Же кызың, же аялың, же башкаң. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. Ey бирөөдүн намысын төккөн жигитмин дейсин. Адамдардын барыш келиш болгон жолду үздүң. Бирөөдүн намысын төксөң жакшы болобу? Адамгерчилик, ага балта чаптың. Ишта гайра мукрамин. Жашооңдо эч сыйсыз болуп, урматың кетип жашадың. Лау кунта хурран мин сулалати маджидин. Эгер сен эркиң болсоң, тегиң таза болса, ата баба таза, адал суудан болуп келгениңде, ма кунта хатиган ли хурматил муслимин. Бир мусулмандын намысын, арам жолун, намысын төкпөйт элең, арам жолго барбайт элең. Эгер өзүңдү таза канданмын десең, бирөөдүн төшөгүн булгаба. Мен язни юзна бихи валау bijidarihi. Kimde kim bir zina kılsa, men yazni bi elfey dirhem dep tokelet. Kimde kim 2000 dirhamga, 2000 somga жашынып алып машинасы менен башка жерге алып зина кылса, билип койсун, анын өзүнүн дуалынын ичинде, өзүнүн курган үйүнүн дуалынын ичинде зина болот, бекер. İn kunta ya hâzâ labîben fafhami. Ey akılың болсо муну түшүнгүн. Бир жерге барып тыйын тыпырың менен зина кылсаң, билип койгун, сенин үйүңдө бекер болот ошол. Текин болот. Эгер акылың болсо муну түшүнгүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Az-zina yurisul faqr." Зина бул адамдарга эң кембагалдыкты, факырлыкты, кризисти алып келет дейт. Бүгүн бизде экономикалык кризис жок. Кудайыма шүгүр. Көчөлөрдөгү машина батпайт. Кечинде чыксаң бош бир ашкана жок. Той кылам десең, же бир Куран окутам башка кылам десең, 5-6 күнгө чейин бардык кафелер бош эмес. Анан кайсы экономика кризисти айтабыз? Чачканды гана билебиз. Билбейм, урматтуу мусулман бир тууганым. Кече Москвага барып келгенде ошол жерде мекендештерге да айттым. Барып жыргагандан жылкычы болгон жокпуз да. Белинде колунда күчү бар биздин миңдеген балдарыбыз Россияда башкада жүрөт. Кыйналып, суулукта иштеп, көчө шыпырып, башка кылып, ар кимден качып, жумуш кылып жүрөт. Бирок кечинде баары кафедей. 20 рубльга бир картошка бир ама үйүңдө жесең болот го. Обязательно кафеге барышың керекпи? Айланып келип акчаң башкалардын чөнтөгүнө түшүп атат. Канча айлык аласың десе 20 000 сом дейт. 25 000 дейт. 5-ини квартирага берет. 5-ини жол кира кылат. 5-ини жейт. 5-ини кафеге жок кылат. 5 000 бияка жөнөт. Ошону шетте тапса болот, катайынан алды.
Егер 5000 сом айлыгы ата-энеңе жөнөтсөң, аяктан эмне кыласың анда? Аятта ошентип кыйналып, мону таап келгенден кийин бир күндө тойдун эртесинде болот кой. Бизде эме жок, бизде кризис, адеп, ахлак, иман кризиси бар. Экономикалык кризис жок бизде. Кудайыма шүгүр. Ар кимиңдин үйүңө дасторконго баргын, коюлган назы нематтын санына жетпейсиң. Салаттын түрү эле 5-6. Аксакалдар салат жедиңер беле? Азыр көргөн, анан эмне дейбиз, урматтуу мусулман бир тууган? Исраф. Кулу вашрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла, иннаху Аллах ла юхиббул мусрифин. Исраф кылгандарды сүйбөйт дейт. Аллахым, Алланын сүйүүнө жетүү үчүн, Кудайына жагынайын деп мечитке келип атабыз, ибадат кылып атабыз. Аллах Таала мени сүйсүн десек, исраф да кылбайлык. Иннал мубаззирина кану ихвану шаятин. Мубаззир деген чектен чыгып исраф кылгандар, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, 5 түрдүү салат менен башка кылгандар кану ихвану шаятин, шайтандын бир тууганы болуп калат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ан-назрату сахмун масмумин мин сихам иблис. Ан-назрату сахмун масмумин мин сихам иблис. Онту бирөөдүн чочун аялыга, кыздарына карагандык шайтандын жаанын огу болгон октордон бирөөсү дейт. Жөнөкөй ок эмес экен. Ууланган ок дейт. Шайтандын ууланган огудан экен бирөөдүн аялына, кыздарына карагандык. Мен таракаха мин ажли, Аллах үчүн бирөө карабай койсо. Бирөөдүн аялына, бирөөдүн кызына Аллах үчүн караган жок. Тигилип карабады. Жаман ой менен караган. Абдалтуху иманан яжид халавату фи қалби. Аллах Таала айтат, мен үчүн чочун аялдарга карабай койгон бенденин жүрөгүнө ушундай иман берем, имандын даамын сезет дейт. Имандын даамын сезет дейт. Бирөөсүн түп карайт, карабады сен. Мен Алланын кудуретине карап атам дейт. Ушундай сулуу жаратыптыр дейт. Барлық нәрсеге жол табады да. Астағфирулла, астағфирулла. Я маашара шабаб. Спиттен сақталудың жолы. О жаштар. Ман истата минкумул баата. Ким үйленуге құдіреті жетсе, фалиятазавваж үйленсін. Ва ман лам ястати. Ким үйлене албаса, үйленуге физикалық жақтан, физический жақтан, финансовый жақтан, моралдық жақтан мүмкіншілігі болмаса, фаалейхи бис-саум, ал ораза кармасын. Фа иннаху лаху вижа, ошол ораза ал адамды күнөөдөн тоса турган калкан дейт. Ай викая. Зинага түшүп калуудан, спидке чалыгуудан жакшы болгон бир жол не экен? Ораза кармайсың. Урматтуу мусулман бир тууганым, калган сабагыбызды иншалла азандан кийин ушул теманы улантабыз. Жараткан Аллах Таала баарыңа угуучу бенделерин кылсын, уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.